Сәлем достар, бұл JavaScript курсының 7-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта циклдар не екенін үйренеміз. Жалпы циклдердің қандай түрлері бар екенін көреміз. Сол әрбір сабағымызда жасап жүрген index.html файлымызды ашамыз браузермен, және де біз редактормен Visual Studio кодымызды ашамыз. Әрине, алдыңғы сабақта жазып кеткен кодымыз пайдаспайды, оның барлығын өшіріп тастайық. Біз осы жерге міне қазір массивті саламыз. Let my array тең болады квадрат жақшалар. Ішіне сандар салып кетейік. 30, 45, 50, 70 деген сияқты. Одан кейін біз мыналардың барлығын біртіндеп алып шығу үшін мен арнайы қазір циклда жазамын. Мына жерде 50-ден өтірік тастап кетіппін. Жалпы бірінші циклдың түрі ол for each. Қазір көрсетейін сіздерге. My array нүкте for each. Содан кейін жақшаны салам. Ішіне функция, анонимдік функцияны салып кетем. Осы жерге мәні мен кілті деп салам. Ішіне фигуралық жақшалар салам. Осы жерге мен console logты салып кетейін. В дегенді алайық. Мұнда V-ны толық жазайын мен сіздерге түсінікті болу үшін. While дейік. Мәні деген сөз. Q, кілті деген сөз. Осы жерге дәл солай салып кетейін while деп. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайық. Міне 30, 45, 50, 70. Біздің консоль логымыз 4 рет орындалып тұр. Мына жерде көрсеңіздер. Бірінші 30 шықты, 45, 50, 70. Яғни рет-ретімен орындалып тұр. 30, 45, 50, 70. Жалпы алдыңғы сабақта айтып кеттім мен. Бірінші массивімізде оның кілті 0 болады, одан кейін 1 болады. 2, 3, 0-ден басталады міндетті түрде. Жалпы солардың кілттерін де шығару үшін тағы да бір консоль логты салайық. Мына жерге мен string салайын. Q қосылған Q дейік. Одан соң while деп салайық. String қосылған while. Яғни екі строканы біріктіріп қазір мен көрсетем, қандай ключ болып тұрғанын и қандай значение болып тұрғанын. Парақшаны жаңартайын. Біріншісінде бізде 0 болып тұр, мәні 30, екіншісінің кілті 1, мәні 45, одан кейін 2, 50, 3, 70, осылай шығады не. Яғни бұл циклымыздың бір түрі, for each деп отқанымыз, ол мына массивті біртіндеп алып шығады, 30, 45, 50, 70 деп. Тағы да бір цикл түрі бар, ол while деген, яғни оған шарт қою арқылы орындалады ол цикл бізде. Мысалға біз қазір мына жерге айнымалын жариялайық, number дейік, 0 берейін оған. Содан соң мен while деп жазам. Ішіне егерде number 100-ден кіші болса дейм, онда орындай бер дейм. Алдыңғы рекурсия сабағымызда салып кеткендей мен оны бір санға көбейте берейін. Содан соң console logты салайын. Console log. Number'дың өзін шығарайық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне 100-ге дейін орындалып тұр. Бірден басталды. Дәл солай 100-ге дейін барды. Дәл осы while циклының тағы бір түрі бар. Do while деген. Бірінші do жазылады, одан кейін фигура жақшалар, содан соң while дейміз де. Условиямызды саламыз, шартымызды яғни. Number кіші 100-ден дейін. Ал мына ішіне манаға жазған кодымызды көшіріп ала берейік. Ал үстіндегі кодымызды комментер етіп тастайық уақытша. Сақтадым. Қандай айырмашылығы бар? Мына while мен do while'дың. Қазір сіздерге бір көрсетейін, сосын барып түсіндіруге тырысам. Парақшаны жаңартам. Міне ешқандай өзгеріс жоқ. Не үшін олай орындалып тұр? Неге өзгеріс болмайды? Жалпы айырмашылығы мынада, мысалға мына while'да бірінші шартты тексереді, содан соң барып кодты орындайды, ал do while'да керісінше бірінші орындайды, содан кейін барып шартты тексереді. Егер шарт орындалса, ол келесісін орындайды, бүйтіп жалғастыра береді. Ал мына while'да керісінше бірінші шартты тексереді, шарт болмаса орындамайды мына нәтижені, ал шарт орындалып тұрса, онда мынаны орындай береді ішіндегіні. Ал do'да мысалы шарт орындалмаса, жалпы бір рет болса кемінде бұл орындалады. Өйткені бұл шарттан бұрын орындалады, содан кейін барып шартты тексереді. Жалпы екеуінің осындай айырмашылығы бар. Енді циклдың тағы бір түрі ол for тең болады 0-ге. Екіншісі шарты орындалады. Бірінші жариялаймыз, екінші шарты кіші 100-ден болса, одан соң біртіндеп қоса бер дейміз. Содан соң барып фигуралық жақшаларды саламыз. Ішіне console logты салып кетейік. Console log айды салып кетеміз. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне дәл солай орындалып тұр. Тек 99-ға дейін барады. Неге? Өйткені мана инкрементті мен бірінші көбейткенім, ал мына циклде бізде ол 0-ден басталып тұр, мана 1-ден басталған болса бізде. Міне 0-ден. Сондықтан да ол осындай орындалады. 100-де егер біз қосатын болсақ, кіші және тең таңбасын саламыз керек болады онда. Парақшаны жаңартам. 100-дің өзі де бар, 0-дің өзі де бар. Бұл циклдың да өте қажеттілігі жоғары, яғни белгілі бір итерацияларды орындайтын болсақ, мысалға 100-ге дейін орындау керек міндетті түрде деген сияқты. Біздің жағдайда бірақ 100-ге дейін орындамайды, ол 101-ге дейін орындалады, өйткені 0-ден басталып тұр. Оны ұмытпаңыздар. Жалпы циклдердің бір қызық ерекшелігі бар. Мысалға мен мынаны тағы да ішіне жазып кетейін. Number дейін. Екі цикл салуымызға болады. Бір циклдің ішіне тағы бір цикл салуымызға болады.
тең болады дейін, мынаны 0 while деп салып кетейін. Number кіші 50-ден болса дейік. Number'ды біртіндеп көбейте берейік. Console log дейік. Бұл бірнеше рет қазір орындалады. Number. Қараңыздар, ол сырттан 100 рет орындалады, ал іште 50 рет орындалады. Яғни 50-ді 100-ге көбейтеміз, сонша орындалады. Қазір парақшаны жаңартам. Міне цикл орындалып жатыр бізде. Орындалып болды. Жоғары көтере берсек, міне бірнеше цикл тұр қатарынан. 50 дегеніміз міне 100 рет орындалып шықты. Көріп тұрсыздар. Енді мынаны уақытша мен комментировать етіп тастайын. Тағы бір айтып кететін нәрсе бар. Ол мына 50 менен 70-тің арасын орындағымыз келмейді мысалға. Қалғандардың барлығы орындап шыққымыз келеді мысалға. Ол үшін консоль логымызды қайттан салып қояйық. Көріп отырушының нәтижесін. Одан кейін if шартымызды салайық. 50-ден үлкен болса дейік, және дейік, 70-тен кіші болса дейік. Онда бұларды орындама дейміз. Яғни өткізіп жібер дейміз. Өткізіп жібер деген continue деген нәрсе бар. Жалғастыр деген, алсынша келесісі деген сөз. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Мен жерде жоғары қарай көтерейін. Міне 45, 50 деді, 50-ден кейін орындалмай қалды. Содан соң 70-тен кейін бастап орындалып тұр міне. Яғни мен 50 мен 70-тің арасын орындама дедім, жалғастыр жібер дедім, тоқтама дедім. Мысалға мына үстіндегі кодтың бәрі орындалады да, ал continue'ден кейінгі кодтардың барлығы, мысалы мына console log жазылған, ол кодтар орындалмайды. Егер де мына console log'ты мысалы үстіне салып қоятын болсам, continue'ның үстіне, онда сандардың барлығы толық көрінетін еді. Парақшаны жаңартам. Міне 69 бәрі бар міне, 53. Ал 50-ге келген кезде тоқтатып таста деген тағы бір код бар мысалға. Мен мына жерге салып қояйын. Тең болады 50. Ол кезде continue'ның орнына break деген бар. Сақтадым. Break салғаннан кейін қазір ол кодымыз 50-ге жеткен соң тоқтап қалу керек. Парақшаны жаңартам. Міне 49 келді. Ол 50-ге тең болды. Содан кейін тоқтап қалды. Мына console log'ты шығарған жоқ. Егер үстіне салған болсақ, егер әрине ол бірінші мынаны орындап барып қана тоқтайтын еді. Break себебі console log'тан кейін тұр. Қазір сақтаймын. Мына жерде 49-ның орнына 50 болады. Міне 50 тұр. Енді мынаны жауып тастайын. Қайттан манағы комментировать қойғанымызды қайттан ашайық. Осы жерде қызық нәрсе бар. Мысалға мен number деп атқанымызды if дейін. Мысалға мен number егер тең болады дейін. 30-ға тең болатын болса, онда тоқтатып таста деймін. Break дейік. Міне сақтадым. Парақшаны жаңартам. Бұл 29-ға келіп қайта тоқтап қалып тұр. Сөйтіп 100 рет орындалып тұр бізде. 29-ға келіп. Ал егер де біз тек мына циклда ғана емес, міне мына іште тұрған циклда ғана емес, сыртында тұрған циклды да тоқтатқымыз келеді. 2 рет. Бірінші мына циклды тоқтатқымыз келеді. Егер шартымыз орындалып тұрса, содан кейін мына циклды тоқтатқымыз келеді. Ол үшін бізде метка деген нәрсе бар JavaScript тілінде. Ол метка мына циклдың алдына жазылады. Мысалға бізде label 1 дейік, мысалы біріншісі дейік. Қос нүкте салады, пробел. Содан соң міне break-тан кейін мен label 1 деп жазам. Яғни осы циклды тоқтатып таста деп мен түсіндірем. Интерпретаторымызға біз түсіндіреміз осылайша. Сақтадым. Қазір қарайық, тексеріп парақшаны жаңартам. Ол міне тек қана бір рет орындалып тұр, ол 100 рет орындалған жоқ. Яғни ол екі циклды да тоқтатып тастады. Бірінші мына циклды тоқтатып тастады. Одан соң мына циклды тоқтатып тастады. Дәл сол сияқты мысалға continue'де салатын болсам, ол қазір ол кезде ол мына циклды мына циклды өткізіп жібереді. Бірақ біздің жағдайда ол кәдімгідей өткізе беретін болады. Неге? Өйткені біз number 30 болған кезде ғана өткізіп жіберіп тұр оны. Міне сақтадым. Қазір сіздерге көрсетейін. Парақшаны жаңартам. Міне 29-ға дейін барып қайталанып тұр 100 рет. Егер де біз мына жерде if-ті алып тастайтын болсақ шартымызды, онда ол кезде барлығын өткізе береді де, ешқандай мына number орындалмау керек бізде. Қазір тексеріп қарайық. Парақшаны жаңартам. Ештеңе орындалмай тұр. Неге? Өйткені мына console log'ымызға жетпей қалып, біз жалғастырып жіберіп тұрмық міне continue label деп. Ол мына циклдың екі жоғарғысына қарай жалғастырып жіберіп тұр. Жалпы метка деп отқанымыз осы циклдағы. Осымен бүгінгі мен сабағымды аяқтадым. Циклдар өте қиын тақырып әрине. Егер де түсінбей жатсаңыздар, бұл сабақты қайтадан қарап, менің істегенімді қайталап көріңіздер, және де өз үлестеріңізді қосып өзгертіп көріңіздер басқаша. Сол кезде ғана сізде түсінік пайда болуы мүмкін. Циклдер бағдарламауда керек емес, не үшін керек деген сұрақтар болмасын, бұл міндетті түрде керек болады сіздерге. Оны кейінгі сабақтарда кәдімгі бір бағдарлама жасайтын болсақ, өтеміз әрине міндетті түрде, қолданамыз бұлардың барлығын. Сондықтан да мұқият үйреніп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.